Баршаңызға сәлем, мен Тоқмаш Жолмекен, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видео сабақта біздер платья прихватка тоқып үйренетін боламыз. Бұны қазақша тұт ұстағыш деп те айтады. Осылай екі бүктеп, шәйнектің тұтқаларын ұстасаңыздар болады. Осындай екі қабатта тоқылады. Менімен бірге соңына дейін тоқылу жолын көріп шықсаңыздар болады. Бізге қажетті штук номерлі крючок және осындай екі түрлі түсті ирандық жіп қажет болады. Біздер тоқымамыздың мына жерінен бастап тоқитын боламыз. Ендеше жұмысымызды бастаймыз. Крючоктан жібімізді шығарып, түйін түйіп аламыз. Осы жерден енді 12 бос ілмек көтереміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 бос ілмек көтердік. Енді ең алғашқы тоқыған петлямызға біріктіріп аламыз. Осы екі ілмектен жіпті өткізіп шығарамыз. Осы жерден мына жіпті ұстап тұрамыз да, қазір жасырып кетеміз. Осы жерден бір бос ілмек көтеріп аламыз. Және мына шеңбердің ішінен алып, 20 столбик без накида тоқимыз. 1, екінші столбик без накида, үшінші столбик без накида, төртінші столбик без накида, бесінші столбик без накида, алтыншы столбик без накида, жетінші столбик без накида. Дәл осылай соңына дейін тоқимыз. 20 столбик без накида тоқып шықтым. Мына тұрған бірінші бос ілмекке біріктіріп аламыз. Біріктіріп алдым. Енді осы жерден екі бос ілмек көтереміз. Жібімізді крючокқа орап, дәл осы петлядан, екі бос ілмек шыққан петлядан жұмыс жібін тартып шығарамыз. Болды. Крючокта 3 жіп бұл. Тағы да жібімізді ораймыз да, дәл осы петлядан жұмыс жібін тартып шығарамыз. Енді осы жіптің барлығын бір алып тоқимыз. Бір бос ілмек көтереміз. Енді келесі петляда дәл солай жіпті крючокқа ораймыз, жұмыс жібін шығарып аламыз. Екінші рет жіпті крючокқа ораймыз, жұмыс жібін шығарып аламыз. Үшінші рет жіпті крючокқа ораймыз, жұмыс жібін шығарып аламыз. Барлығын бірге жіпті өткізіп аламыз. Бір бос ілмек тоқимыз. Келесі петляға да дәл солай қайталаймыз. Бірінші жұмыс жібін шығарып аламыз, екінші рет ораймыз, жұмыс жібін шығарып аламыз, үшінші рет накидлеміз де жұмыс жібін шығарып аламыз. Барлығын бірге өткіземіз. Бір бос ілмек тоқимыз. Осылайша барлығы 20, дәл осының 20-сы болғанша соңына дейін тоқып шығамыз. Мен барлығын соңына дейін тоқып шықтым, бір бос ілмек көтеріп алдық. Енді мына тұрған петляға біріктіру амалын орындаймыз. Енді біздер келесі қатарда мына жерде аркілер бар ғой, сол аркілердің арасынан тоқитын боламыз. Сол себепті енді біздер біріктіру арқылы аркіге келіп аламыз бірінші. Осылай біріктіру арқылы келдік. Осы жерден екі бос ілмек көтеріп аламыз. Енді полустолбик тоқимыз. Жібімізді крючокқа орап, яғни накидлемізде бірінші полустолбик, яғни алғашқы екі жіпті ғана тоқимыз. Болды, крючокта екі жіп қалды. Екінші рет накидлемізді, жібімізді шығарып алып, одан кейінгі екі жіпті тоқимыз. Жіпте крючокта 3 жіп болды. Енді 3 жіпті бірге тоқимыз. Осы жерден екі бос ілмек көтереміз. Енді келесі аркіге де дәл осы амалды орындаймыз. Бірінші полустолбик, жартылай тоқимыз. Екінші полустолбик, тағы да жартылай тоқимыз. Үшеуі қалды. Үшінші полустолбик, жартылай тоқимыз. 4 жіп қалды, 4 жіпті бірге өткіземіз. 4 ілмекті, яғни бірге қатар өткіземіз де
2 бос ілмек көтереміз. Келесі аркіге де қайталаймыз. Бірінші полустолбикті тоқимыз. Екінші полустолбик тоқимыз осы аркіге. 3 ілмек болды крючокта. Үшінші полустолбик осы аркіге жартылай тоқимыз. 4 ілмек болды. 4 ілмекті бірге аламыз. 2 бос ілмек тоқимыз. Енді біздер әрбір аркіге соңына дейін дәл осылай полустолбиктер тоқу арқылы мінекей мына жерде аркілерге тоқып шығамыз. Яғни ортасына 2 бос ілмектер отырамыз. Мінекей дәл осылай шықты. Мен аяқтадым қатарды. Енді біздер біріктіру амалын орындаймыз. Мінекей бізде көрініп тұрады. Осы жерде бірінші петляға біріктіріп аламыз. Жоғарында тұрған. Бір рет көтереміз де осы жасыл жібімізді қиямыз. Қиып тастап, жақсылап тартып қоямыз. Енді мына жерінен бастап екінші түрлі жібімізбен тоқитын боламыз. Енді біздер мына аркіден тоқитын боламыз. Әрбір аркіден тоқимыз. Осы жерде аркіден аламыз да екінші жібімізді шығарып аламыз. Бекіту үшін 2 жіпті қатар бір тоқы жібереміз. Және ары қарай арасына жасырып кетеміз. Және біреу болып екінші бос ілмекті көтереміз. Яғни осы жерден 2 бос ілмек көтеріп алдық. Енді осы аркіге бір столбик с накидін тоқимыз. Бір столбик с накид. Екеуін тағы бір өткіземіз. Екеу болды сонда бізде. 2 бос ілмек көтереміз. Дәл осы аркіге тағы да 2 столбик с накидін тоқимыз. Бізде 2 столбик болды жаңа. Енді тағы да бірінші столбик с накидім. Осы аркіге екінші столбик с накидім. Сонда бізде барлығы 4 столбик болатын болады бір аркіде. Енді келесі аркіге тоқимыз. Накидлеміз. Бір столбик с накидін тоқимыз. Осы аркіге екінші столбик с накидін тоқимыз. 2 бос ілмек көтереміз. Және дәл осы аркіге тағы да 2 столбик с накидін тоқимыз. Біріншісі, екіншісі осы аркының ішіне тоқимыз. Енді крючокқа жіпті ораймыз. Келесі аркіге тағы да столбик с накидім. Дәл осы аркіге тағы да столбик с накидім. Екеу болды. 2 бос ілмек. Және тағы да 2 столбик с накидім. Біреу. Және екінші столбик с накидім. Бір аркіде 4 столбик с накидім болады. Мінекей. Енді мына әрбір аркіге өзіміз айналдырып тоқи береміз. Енді мына жерде бір аркіде 2 столбик с накидім, 2 бос ілмек, және тағы да бір аркіге 2 столбик с накидім болады. Сосын келесі аркіге де дәл солай 2 столбик с накидім, 2 бос ілмек, және 2 столбик с накидім. Дәл осыны қайталап, соңғы аркіге дейін айналдырып тоқып шығайық. Мінекей мен бір айналдырып тоқып шықтым. Бізде осындай болып шығады. Бұлай бүктейміз қазір біз оны. Мінекей мына жерінде. Енді біріктіру амалын жасаймыз. Айналдырып алайын мынаны мен. Мына жердегі қапталында тұрған екінші үстіндегі бірінші бос ілмекпен, астынан санағанда екінші бос ілмекпен біріктіретін боламыз. Мінекей. Енді біз әрбір нені аркіге тоқитын болғандықтан, мына аркіге біріктіру арқылы келіп аламыз. Келдік. Енді осы жерден 2 бос ілмек көтереміз. Енді міне астындағы қатарларды тоқитын боламыз. 2 бос ілмек көтеріп аламыз. Және осы аркының ішіне тағы да 1 столбик с накидін тоқимыз. Мына 2 бос ілмегіміз біздің 1 столбикті құрайды.
бір бос ілмек көтереміз және дәл осы аркіге тағы да 2 столбик накидін тоқимыз. Бірінші столбик накидім, осы аркіден екінші столбик накидін шығарамыз. Бұл қатарда да бір аркіде 4 столбик болады. Енді келесі арка мінекей мына жерге тоқитын боламыз. Дәл солай 2 столбик накидім, яғни бірінші столбик накидім. Дәл осы аркіге екінші столбик накидім. Бір бос ілмек көтеріп аламыз. Дәл осы аркіге енді тағы да 2 столбик накидін тоқитын боламыз. Бірінші столбик накидім және екінші столбик накидім. Дәл осы аркіден шығарамыз. Бір аркіде 4 столбик накидім болады. Мінекей. Енді біз дәл осындай узордың алтауын тоқуымыз керекпіз, яғни 6 аркіге тоқимыз. Үшіншісі мынау, бірінші столбик накидім, екінші столбик накидім, бір бос ілмек және осы аркіге үшінші, төртінші столбик накидін тоқимыз. Біреу және екіншісі. Енді келесі аркіге тағы да тоқимыз. Бірінші столбик накидім, екінші столбик накидім осы аркіге, бір бос ілмек, үшінші столбик накидім осы аркіге, төртінші столбик накидім осы аркіге. Келесі аркіге бірінші столбик накидім, осы аркіге екінші столбик накидін тоқимыз, бір бос ілмек көтереміз, осы аркіге үшінші столбик, осы аркіге төртінші столбик накидім. Так, енді біздер қарайық. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеуін тоқыппыз. Енді бір аркіге соңғы алтыншысын тоқитын боламыз. Бірінші столбик накидім, осы аркіге екінші столбик накидім, бір бос ілмек көтеріп аламыз, осы аркіге үшінші столбик накидім, осы аркіге төртінші столбик накидін тоқимыз. Мінекей, біздер алтауын тоқыдық. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Енді мына қапталынан төрт аркылы узор тастаймыз. Екеу, үшеу, төртеу, мына бесіншісінен бастап ары қарай осылай қосып, жалғастырып тоқитын боламыз. Дәл қалай тоқып жатырмыз, дәл солай ары қарай жалғастыра береміз. Накид іліп аламыз да, бірінші осы аркіге, бесінші аркіге бірінші столбик накидін тоқимыз. Осы аркіге екінші столбик накидін тоқимыз. Бір бос ілмегімізді көтеріп аламыз, үшінші столбик накидін тоқимыз. Және осы аркіге төртінші столбик накидін тоқимыз. Сонда біздер екі қапталын қостық. Енді мына жағынан да дәл осы мына артқы сияқты 6 узор тоқып аламыз. 6 неге? 2, 3, 4, 5, 6-ауын тоқып аламыз да. Міне, мына жағынан да 4 арканы тастап, дәл осылай қосатын боламыз, біріктіретін боламыз, яғни бұл жағын, яғни. Міне мен екеуін де тоқып алдым. 1, 2, 3, 4, 5, 6-ауын тоқыдым екінші жағына да. Енді біздер біріктіруге келдік. Мына жағында да 6-ауы бар. Біріктіру амалын орындаймыз қатарды аяқтағаннан кейін. Мына жердегі алдынан немесе артынан біріктіре берсеңіздер де болады. Мен артынан біріктірем. Дәл осылай біріктіріп аламыз да, аркіге келеміз енді. Аркіге біріктіру арқылы келеміз. Осы аркіге 2 бос ілмек көтеретін боламыз. Біреу, екеу. Және осы жерден дәл солай 1 столбик накидін тоқимыз. Дәл алдыңғы қатардағыдай тоқимыз.
2 столбик болды бізде. 1 бос ілмек көтереміз. Осы аркіден тағы да 2 столбик накидін тоқимыз. Біреу және екіншісі осы аркіге. Енді қараймыз. Біздер былай қойып қарағанда, мына дәл осы қатарды алтауын бір-бірінің астасына осы аркілер арқылы дәл осылай 4 столбик шығарып отырып, бір бос ілмек көтеріп отырып, осы алтауын былай айналдырып тоқи береміз. Мына жақ бетінен алтауын тоқып аламыз да, мына қатардың аяғына келгенде екінші бос ілмекпен, мына ілмекпен біріктіріп отыратын боламыз. Дәл осылай еш өзгеріссіз 6 узорды екі бетінен қайталап тоқи беретін боламыз. Сол кезде бізде қазір санаймыз неше қатар болатынын. Біздер мына жерден бастап тоқыдық және мына қатарды, одан кейін осы үшінші қатар тоққан болатынбыз. Енді 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Осы 9 қатарын барлығын тоқып, соңына дейін бітіргенше осылай айналдырып отырып, 9 қатар тоқып болғанша өзіміз тоқи береміз. Яғни мына жерден бұлай айналдырып, еш өзгеріссіз тоқи беретін боламыз. Сосын мына розовый түсті көрсететін боламын. Енді мен 9 қатар тоқып алдым. Мына жерден бастап. Қазір 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мына қатармен 9-шы қатар болады. 9 қатар осылай тоқып алдық. Енді мына жерден біріктіру амалын жасайтын боламыз. Яғни соңғы қатарымызды біріктіріп аламыз. Мұнда тұрған үстіндегі петлямен біріктіреміз, екі қабырғасымен бірге. Және бір бос ілмек көтереміз де осы жерден жібімізді қиып тастаймыз. Және жақсылап тартып қоямыз. Енді мына соңғы қатарын қалай тоқылатынын көрсететін болам. Менде жасыл жіп, яғни жасыл жіпті алатын боламын. Енді біздер мына аркіден бастап тоқуымыз керекпіз. Осы жерден жібімді шығарып аламын. Осылай жібімізді шығарып аламыз. Беку үшін екеуін бірге бір тоқып жіберемін да. Содан кейін мынаны арғарата қазір жасырып кететін боламыз. 1, 2, 2 бос ілмек алдық. Мына розовый жіпті де бірге қосып жасырамыз. Енді осы жерден, осы аркіден бір столбик накидін тоқимыз. Мына екі жіпті бірге ұстап тұрамыз. Арғарата бір бос ілмек көтереміз. Және тағы осы жерден 2 столбик накидін тоқимыз. 1 және 2. Екінші столбик накид. Мына жіптерді қиып тастасақ та болады осы жерден. Енді келесі мына жерде үлкен тесік бар ғой, соған столбик без накида тоқимыз. Енді келесі аркіге, мына тоқылған 2 столбиктің арасында аркіге тағы да 4 столбик накидін тоқимыз. 1, осы аркіге екіншісі, бір бос ілмек, және осы аркіге 3-ші столбик накидім, және осы аркіге 4-ші столбик накидім. Келесі тесікке столбик без накида тоқимыз. Енді арғарата дәл осылай мына келесі аркіге тоқимыз. 4 столбик накидін тоқимыз. 1, осы аркіге 2-ші столбик накидім.
бір бос ілмек көтереміз. Осы аркіге 3-ші стол иксін әкедім. Осы аркіге 4-ші стол иксін әкедім. Енді мына үлкен тесікке столбик без накида тоқимыз. Келесі аркіге 4 стол иксін әкедім. Біреу. Осы аркіге 2-ші стол иксін әкедім. Бір бос ілмек. Осы аркіге 3-ші стол иксін әкедім. Осы аркіге 4-ші стол иксін әкедім. Келесі тесікке столбик без накида тоқимыз. Мінекей бізде дәл осылай домаланып шығып жатыр. Енді біздер осыны айналдырып, дәл осы қалай тоқылды, дәл соған қарап отырып, артында бірге тоқып шығамыз. Яғни мына соңғы тесікке келгенше. Мінекей мен екі жағында бірге тоқып алдым. Енді мына үлкен тесікке столбик без накида тоқып алам. Одан кейін біріктіретін боламыз. Мына петляға біріктіру амалын жасаймыз және бір бос ілмек көтеріп жібереміз беку үшін. Осы жерден жібімізді қиып тастаймыз. Жақсылап тартып жіберетін боламыз және мына жіпті петлялардың арасына жасырып жібереміз. Осы жерлерден жасырып жіберетін боламыз. Мінекей біздер жасырып тастадық. Осылай дайын болды бізде платье прихваткамыз. Мінекей дәл осылай шықты бізде. Сіздерде де осылай шықты деген үміттемін. Мінекей осындай әдемі тұтыстағыштарды да тоқып алсаңыздар болады. Егер сіздер тоқымаға қызықсаңыз, міндетті түрде менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта жаңа видео сабақтар түсіріп отыратын боламын.